Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Қарлығаш. Бүгін біз ши-бауырсақ рецебімен бөліскім келеді. Видеомды көрмес бұрын каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Комментария қалдырып кетіңіздер. Бұл бауырсақты көбінесе шығыс қазақстандықтар көптеп жасайды. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ең алдымен бізге бір кесе жылы су керек. Бір шай қасық тұз, 3-4 ас қасық қант керек. Және мен 100 граммдай тоң майды ерітіп құйып алдым. Маған үлкен кесемен бір кесе ұн керек. Оны салып, дұрыстап илей бастадым. Қамырым өте тез иленді. Қолға да жабыспайды, қамыр өте жақсы иленіп шықты. 30 минутқа қалдырдым, арасында осылай басын біріктіріп илеп тұрдым. Сосын 4 бөлікке бөліп, осылай дұрыстап дөңгелектеп формасына келтіріп, қамырымды асықпай дайындап алдым. Осылай кішкене тындырдым, ақырындап жая бастадым. Орташа қалыңдықта жайдым. Өте жұқа қылып жайып тастамаңыздар, орташа қалыңдықта жайып алыңыздар. Осылай дайындап алдым. Және тоңазытқа салу үшін осылай тарелкаға салып, арасына майлықтарымызды салып, осылай дайындап тоңазытқышқа салдым. Морозильникта 30 минут қалдырдым. Сонда қамырларыңыз орташа қатып шығатын болады. Жабыспайды қамырларыңыз. Формасына келтіріп, ортасынан бөліп, дұрыстап бөліп алдым. Мен видеомдағыдай сіздерде өстіп жасасаңыздар, өте оңай, өте тез жасалып шығады. Осылай өзіме ыңғайландырып кесіп алдым. Солонка қылып кесетін боламыз. Сонда қамырларыңыз жабыспайды. Өздеріңіз әркім өз еркі қалай кесем десеңіздер. Мен солонка қылып кесіп алдым. Тез кесілді. Өзіме де ыңғайлы, пісірген кезде де өте тез пісетін болады. Менің рецептеріммен жасап көрсеңіздер, өте дәмді болып шығады. Осылай солонка қылып кесіп дайындап алдым. Бір 5-10 минутқа қойып, майымды қыздырып, осылай пісіре бастадым. Пісіргенде де тез-тез қуырып пісіріп алмаңыздар. Бауырсақты қызартып пісіріңіздер. Осылай менікі сияқты қып-қызыл болып пісу керек. Сонда жегенде күтірлеп, әдемі дәм беріп тұрады. Міне менің бауырсақтарым пісіп дайын болды. Көздің жауын алатындай әдемі